Астананың осындай абат қала болуына қазақтың әр баласы үлкәрі жас түгел үлес қосты. Қолынан басқасы келмесе де тілегіммен, ниетіммен ауылда отырып тағым қысып үлес қосты. Сол еңбек бүгін еленіп жатыр. Кешегі Астананың 10 жылдығы дейтін құрметті медальға ие болғандардың арасында біздің ақындар қауымдастығының өкілі де бар. Ол қазақтың айтысының жұлдыздарының бірі Ринат Зайытов. Ринат Зайытовпен айтысатын Алматы қаласының таңдаулы ақыны Рүстем Қайыртайұлы. Ринат Зайытов Семей, Рүстем Қайыртайұлы Алматы. Қазақи сөз бастайын айқай-ақау қалыппенен, бісміллә бірінші ашқан әліппемен, бармысың астаналық ағайындар, әлемге әсемдігін дәріптеген, көз таразы болғанда көңіл қазы, бүгіннен әр қырыңды танып келем. Азулы алталаштың ақындары, тойыңа шашу шашсын шабытпенен, көзімнің көргендерін көңіл біліп, сөзімнің өрнегіне салып берем. Астана айдыныңа жүзіп келді, ақшанған айтыс дейтін алып кемең. Жүрсіндейін жанкешті капитан ғой, аман сау алдарыңа алып кеген. Кемедей көтеретін төбесіне, теңізге бас емін халық деген айқай-ақау. Тарихта қазақ талай көшіп еді, орнықтау мәңгілікке осы жолы. Осыдан 10 жыл бұрын бір сәбидің кіндігін елбасы өзі кесіп еді. Астана сол сәбидің ақыл қосып, азан шақырып қойған есім еді. Сарыарқа сайындалам құндақ қасап, тербеткен тыныштықпен бесік еді. Киелі жер анамның ақ сүтіндей, емізген ер жеткізіп есіледі. Оны бекіп бүгін сол сәбидің ниетке қарай берді несібені. Баласын батыр бол деп баққан қазақ, қаласында қайтарғып өсіреді айқай-ақау. Сөйлермін, селдетермін, себелермін, әйтпесе арқаланып неге келдім? Астана елбасының ерлігі деп, еңбегін елім берді еренердің. Бірақта бір нәрсені ескерейік, таудың да жанында бар төбелермің. Қаншама үлкен кіші қайықтар бар, көлеңкесінде тұрған кемелердің. 10 жылдық ордамыздың мерейтойы, Қанғараның иығы теңелер күн. Астананы салуға ат салысқан, барша халық бақытқа бөленер күн. Бәрін айтта бірін айт бүгінгі той, еңбегі ел мен жұрттың еленер күн. Тағалардың тұратын тасасында, шын еңбегін білейік шегелердің айқай-ақау. Тыныштап, тыным таппай, көңіл елік, жолы солай айтыстың жөні делік. Армысың Ринаттай дос қарсылас, туыбек бір аймақтың төлі болып. Біз айтысып жүргелі біраз болды, қожа менен жантастың рөлін еніп. Бірге өсіп келеміз бала жастан, өнердің бір емшегін бөліп еміп. Осыдан 10 жыл бұрын білесің бе, айтысқа алғаш рет келіп едік. Ақмола енді ғана Астана боп, ауылда жырдан жібек өріп едік. Отта ыстық 10 жылда өте шықтау, бөлтірік азуланып бөріленіп,
10 жылда ел ордасы қалай өссі, бізде сондай биіктен көрінелік айқаяғы. Салып үрістемдей айқаяғы бел баласын, халық өзі анықтар ер дарасын. 10 жылда Астанамен мен бір көсіп медал беріп жатыр ғой ел бағасын, медал менен берді ғой ел бағасын. Өсудің біздің жақтан қайдан білем, өс алмай келе жатқан сен ғанасың айқаяғы. Ай, ай. Бісміллә медет берші Аллам маған, бұлың ем тура айтуға арланбаған. Астана 10 жылдығың құтты болсын, зеңгір көктен бұлт қуғышсан қарғалам. Мерейлі мерекесін өткізем деп жан-жақтан жылу жинап алған қалам. Еңселі ел ордама сәлем бердім, Нұр Сұлтан болсам ғой деп армандаған айқаяғы. Ай, ай. Біраз болды төбеден бұл шүйілгелі, көрерменнің сусу болып киімдері. Әлгі бұлт қуғыш самолеттер қайда кеткен, осы ғой көңілімнің күйінгені. Түк бітіре алмайтын темір болдау, жаңбыр жаудырмайды деп сүйінгені. Мәселені басқаша шеше салу біздің керемет үкіметке қиын беді. Одан да осы отырған көрерменге бір қол шатыр берсе тиім деді айқаяғы. Ай, ай. Үрістем қасымдағы биязымыз, жан-жақта жүретұғын жиясығыз. Жас қаланы жырлауға келген кезде жүректен ән көк көңілден күй ашыңыз. Сақына парақ болса халық қалам, төгілмей, таусылмай төгілетін сиясы біз. Ұлтымызға ортақ туған ұлан едік, ия батыс болса да ия шығыс. Сондықтан кесек сөйлеу бізге парыз, ұлтымның бетіндегі ұятымыз. Көкейдегін айтайық көктек емес, халықтың онсыздағы мия шығыш. Шапанап кетпесек те атқа мініп, шапалақ болсын біздің сияқымыз айқаяғы. Ай, ай. Айдайым, Үрістем деген ай батырға, салайын сөздің салмағына. Сауатты құрбыш жігіттің, өлеңнің әрбір талғам тармағын, айтқанда сөздің анығын, өй інімде мынау бармамын. Қайыртайдай ақын ай әкеңнің, айтыста жолын жалғадың, арқала алматының арқалап, келгенде үлкен арманына. Қиында болдау өзіңе, кезіктеу біздей арланыңа, талайда талай шегені, орнына қаққан балғамына, сабырсыздардың талайына, сабасына салғамына, екпіндек келген ағысты, жолына қойған арнамына, отыда жетер әзіргеңі, ей айтпай-ақ қойдым қалғанына. Айдайым, 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 айдайым. Өлеңде желбіреген айқай-ау туыр инат, шайқасайық беліңді буыр инат. Ұлт емес бұлттан бастап әңгімені,
Бұлт дегенің теңіздің буыры инат. Ресейден самолеттер келгенменен киімім болды дейсің суыр инат. Қол шатыр бере салса қайтер ет деп кішкене бастап кеттің шуыр инат. Мемлекет тастанады ал сен болсаң құм санап жүресің ау қуыр инат айғаяғы. Орден медал ап жатса қатарым көп. Білем қабыл болғаны батаның деп. Ол рас орденіңіз құтты болсын. Әдемі болып кеттау шапаның бек. Дейсің ау өспей қалған сен ғанасың. Дәл мендей орден алған атағың жоқ. Ақын деген атақта жетет маған. Орденменен медальда шапағым жоқ айғаяғы. Астана жырын саған төгір көмей, бөгесінді бұлақтай бөгелмегей. Тамыры бұл қаланың тым тереңде, айталсақ ақиқатты көгендемей. Бәрін бүгін жасадық деп ойласақ, алам деген секілді берем демей. Өткенің мен кеткенің бағаланбай, әлемде ел болмайды сенен кедей. Тарихты көзіңменен көрмесеңді, өреңнен көңілден өшірмесін өреңде қой. Сапырақ жоғарыда жайқалған мен, топырақ нәр беретін төменде қой. Бәйтеректе биіктей алмайды екен, ең бірінші тамыры тереңдемей айғаяғы. Жырлайды Астананы жас жүрегім, өлең жыр таудан аққан тасқын едің. Қай уақытта болмасын қалаларым, бірліктің бастау еді бәстігемін. Мысалы түрік түргөш қарлықтардың панасы болған суяп бастығемін. Даланың айбары мен айдын еді тоқтатқан талайлардың тас жүрегін. Заманында бірінші қала болған сайрам еді ескізген жақсы лебін. Сығанақ таразбенен сарай беркі қай кезде қаймықтырған қас күнөмін. Дәулеті мен сәулеті дәлелдеген серт пен семсер қосылса тас тілерін. Орынбор Ақмешіт пен Алматым бар тұғырында түлеткен тас түлегін. Ал Астана солардың жалғасындай ғұмыры таусылмайтын жас тіледім. Атағыңды басқаға әйгілетіп, апаныңды тастама қатқыр елім айғаяға. Кемел көзбен қарасам дәл көремін, дәлел сөзбен жырыма дәм беремін. Ұлт азаттық қозғалыс Астанада басталған қарасаңыз әр дерегін. Бекініс сап кіргізіп әскерлерді боларын білдіргендей әлдененің. Ақмолаға бекініп орыс казак байқатты бұралқиттей дәндегенін. Сол кезде білесіздер Кенесары жебесін бекініске дәлдегенін. Сұраншы Қыпшақ иман Ағыбайлар ұрандап ұлты үшін қам жегенін. Атыңнан айналайын батырларым, дәлелдеді жер үшін жан берерін. Ақмола бекінісін күшпен алған, бұны білмей несіне бәлденемін. Кенесары бабамның қақары бар, осы жайға мен үлкен мән беремін. Шаһарыңа Астана негіз салған, қақарына татиық хан кененің айғаяғы. Шатағым жоқ дедің бе ауғарағым, өзіңнің болғаннан соң алмағаның. Біздің мақсат сіздің шатақ емесінің, мен оған неменеге долданамын. Жастайымнан орден алсам ана тұрған, қартайғанда жарқыраған шал боламын. Мен тілеймін тек қазақтың ақынының басына Құдай бейнет салмағанын. Осындай ойынаған қабылдатса, аларсың талай сыйлық бағың шапса.
Мырзатай, Ырымғали ағаларым, айыппа сол медалдың дәмін татса, солардың соңын ерген құлын Ринат айыппа ол да медал алып жатса, сен де әлі аласың деп ойлаймын, біз сияқты жақсылардан қалып жатса, айқай-ақау, ай-ай. Не алса да әйтеу қазақ ала берсін, шаттықтың қоңырауын соға берсін. Шетелдің әртісі де тонап жатыр, солардан біраз бізге қала берсін. Мысалы бүгін келет Дима Билан, даңғаза дүңкілдегі миға жиған. Елорда емес евроға келеді олар, дәметіп сенің берер сыйларыңнан. Биланның гонорары биік екен, бір қойшының өмір бойы жиғанынан. Ол аздай лай деп лайма кепті, сырдың суы келмейтін сирағынан. Олардан Астанаға қандай пайда, бірі жоқ иман менен иба жиған. Іргесін киіз үйдің бүтіндегей, саф алтыннан болса да пирамидаң. Шет жаққа шашамын деп жиғаныңды, шығып кетіп жүрмесін бидаң, айқай-ақау, ай-ай. Айдайым, шын жүйріктің ай белгісі, шапқанда жерін ай шаңғылған, шын ақынның ай белгісі, таңдайдан балын ай тамдырған, өлеңін асқар тау қылған, ей құмарын көптің ай қандырған. Қазақстанның ерлігі жаңа астанасын салдырған, іргесін оның қалауға түрік пен өзбек алдырған. Сәулетті небір құрылыспен әлемнің бәрін таңғылған, таңғылған үсті таңғылған, зажиг алғысын жандырған, қаңғы бастарын қаңғырған. Қаладан әрмен қудалап көрсетпеуге қаңғылған, шетелден әртіс алдырып сауық пен сайран салдырған. Шенеуніктердің талайын әр апта сайын осында самолет мінгізіп далғылған. Айналайын Астанамы, өзіңе де тілек ай балдырған. Мен не десем, ел не десем, о десін, бақытың өтсін алдыңнан. Абайша айтсам Астанам, ей жолында бас пен мал құрбан. Айдайым, 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 айдайым. Өмірде еш нәрсе жоқ, үмітке тең. Жақсылар жүрген жолмен жүріп кетем. Ол рас, медалі көп аталар бар, соғыста германдарды қырыпты екен. Бірақ сол бір кездері медалдардың түк аспай қалғандары күдікті екен. Алтын медал сатылып бір үзімнан көшеде қайыр сұрап жүріпті екен. Сенің медалың Ринат жақсы болсын, деме тек шегімізден шығып кетем. Саған неге медаль берді түсінбеймін, астаналық тарихын күдікті екен. Қанша жұрт Елордаға көшіп келді, тәуекел қып белдерін буып бекем. Әр аймақтан жиылған ағайындар шаншылған шаңыраққа уқ бекен. Ринат, сен де көшіп келіп едің, содан соң кетіп қалдың суыт көкім. Әйтеуір Астананы жырлап жатсың дегендей айыбымды жуып кетем. Сағынып кеттім десең сен алмаймын, Семей менен екі орта жуық мекен. Туған жерім емес деп айтатындай, елдің бәрі осында туып бекен. Қысынан қорқатындай Астананың, шығыстың аязынан суық бекен. Мұхаммедті Меккеден Мәдинаға
Қуғандардың шоқпары уытты екен, сен бірақ та пайғамбар емессің ғой, пендені қандай пенде қуыпты екен, айғай ай. Әрине бұдан Ринат ұялады, бірақ та өте жақсы сый алады. Астана алыстағы алау құсап, жанына сан жайсаңды жияр әлі. Білемін осындағы көпшіліктің алыста өсіп өнген ұялары. Арманмен келдіңіздер Астанаға, қыранның ұясындай қиядағы. Әйтпесе кіндік қаны тамған жерін жұмырбасты қайпенде қиялады. Тілек етіп теңізді толтырам деп, тек батыл бұлақтар кеп құялады. Өзі жақсы адамдар сіздер құсап, өзі сүйген ортаға сиялады, айғай ағау. Саған менің көшкенім екен уайым, болмашыны айтасың бекердайым. Қайраныным қай жақта жүрсең дағы, Астана қазақ туын көтердайым. Мен қай жаққа көшебінім кетсем дағы, әйтеуір Қазақстан мекен жайым, айғай ағау. Ай, ай. Соқтырып көргенміз жоқ ойланызғар, тереңіне әр сөздің бойлаңыздар. Жүкеңнен белгі келді жөнел деген, ал енді ал жұртым шапалақты сайлаңыздар. Ертең біздің елбасының туған күні, қазылар ол жағында ойлаңыздар. Бізді бүгінгі айтыстан ысырып сап, ертең оны құттықтатпай қоймаңыздар, айғай ағау. Рахмет. Бұл жыр сайысын бастаған Рүстем Қайыртайұлы ар жағында отырған Алматы қаласы. 9-8-8-9-8. Ринат Зайытов, Семей. 1-9. Солай ма? 4-10.